Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын булочкин рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы су мен сүтімізді құямыз. Оның үстіне қантымызды, шым-шым тұз, дрожжымызды саламыз. Үстіне ванилин мен бір жұмыртқамызды жарып, венчикпен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Достар, барлық қажетті заттардың мөлшерін описанияға жазып қойдым. Сол жерден қараңыздар. Енді еріп тұрған сары майымызды үстіне құйып, тағы да венчикпен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қоюланғанша осылай венчикпен араластырып алсаңыздар болады. Қамыр қоюланғаннан кейін барып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Енді қамырымыз қоюланғаннан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр бізде қолымызға жабыспайтындай болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қамыр қолға жабыспайды. Енді осы қамырымыздың үстін пленкамен жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Менде қамыр 2 сағат тұрды. Осылай көтеріліп шығады. Қамырымыз қолға жабыспайды. Өте жұмсақ, үлпілдек. Енді осы қамырдан булочкамызды жасайтын боламыз. Қамырымызды қолымызбен ұзын етіп, жіңішке қылып созып шығамыз. Дәл осылай видеода көрсеткендей істеңіздер. Енді осы қамырымызды бірнеше кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Сіздер таразымен бөлсеңіздер де болады. Мен осылай көзбен шамалап барлығын кіші бөлшектерге бөліп шықтым. Енді кіші қамырларымызды қолымызбен домалақтап шығамыз. Барлық қамырды осылай жасаймыз. Мен сіздерге бір-екеуін көрсетіп жіберейін. Екі қолымызбен осылай қамырларды домалақтап шығамыз. Бізде осындай қамырлар шығуы қажет. Мінекей, барлық қамырларымызды домалақтап шықтық. Енді дайын болған қамырларымыздың бетін жауып, тағы да 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін қамырларымыз дәл осылай көтеріліп шығады. Енді қамырларымызды кезек-кезек жайып, ортасына варенка немесе шоколадымызды салып, орап шығамыз. Осылай қамырымызды жайып аламыз, содан кейін ортасына варенкамызды саламыз және варенкамызды бекітіп, домалақтап ораймыз. Барлығын видеодағыдай жасаңыздар. Қамырдың астыңғы бетін дұрыстап бекіту керек. Егерде дұрыс бекітпеген жағдайда ашылып кету мүмкін. Мен сіздерге тағы біреуінің жасалуын көрсетейін. Алдымен үстеліміздің астыңғы бетін кішкене майлап аламыз. Содан соң қамырымызды қолмен осылай созып және соңында оқтаумен осылай сопақша етіп жайып аламыз. Жайып алдық. Енді шеткі жағына осылай варенкамызды салып орайтын боламыз. Алдымен қамырымыздың шетімен варенкамызды жауып осылай бекітіп шығамыз. Содан соң қамырымыздың екі шетін ішке қарай қайырып шығамыз. Және булочкаларымызды осылай домалақтаймыз. Барлық булочкаларды осылай жасап шығамыз. Және шет-шетін ашылып кетпеу үшін жақсылап бекітеміз. Булочкаларымызды табаға орналастырғаннан соң бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут тұрғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған пешімізде 220-240 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз.
қатты қызып тұрған пеште пісірмеңіздер. Егер де олай істесеңіздер, булочкалар көтерілмей, әрі ортасы толық піспей қалуы мүмкін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Булочка өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай булочкалар өте жұмсақ. Енді үстіне сахарный пудраны сеуіп, булочкаларымыз суығаннан кейін дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал ас болсын. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер. Мен сіздерге ортасын бөліп көрсетейін. Мінекей осындай болып шықты.